Ассаламу алейкум. Құрметті халық, құқық қорғау органдары, уәкілетті органдар. Менің өзімді таныстырып өтейін. Атым Иманбаев Жайық Берікұлы. Менің сіздерге обращение жасап жатқаным, бұл мына інілерім Берік Абдулла Иманбаев Қауастың үстерінен қозғалған істер бойынша қылмыстық істерді не себептен қозғалғанын, қандай себеппен, бұл жерде жәбірленуші кім, қылмыстың құрамы қандай, соны түсіндірме сіздерден сұрағым келіп отыр. Білем, зейнетақы дейтін ол әр азаматтың өзінің еңбегімен күні түні жұмыс жасап, қызмет жасап, еңбек етіп тапқан ақшалары, соның шетіндегі бір 10% үлесін жинақтаушы зейнетақы қорына өздерінің болашақта керек деп салып қойып жатқан ақша қаражаты. Яғни бұл зейнетақы НФФ-қа мүлдем қатысы жоқ, ол жеке адамның өзінің ақша. НФФ болса ол салымшылардың ақшасын сақтап, өзінің айналымына салып, өзіне пайда тауып мақсатында ашылған нәрсе деп санаймын. Бұл жерде менің өзімнің бір түсінбей отырған себебім де бар. Өзім бауырларым болғасын, ішім күйіп, не себептен, қандай себептен бұл іс қозғалды деген мақсаттан осы сіздерге үндеу жариялағым келіп отыр. Яғни бұл НФФ-тің енді былай қарасаңыз, үкіметіміз, мемлекетіміз, басшымыз өздері тіс емдеуге, немесе көз емдеуге, немесе ипотекалық несиені жабуға мүмкіншілік берді. Білем, халық оны көлік алуға, немесе кредиттерін жабуға, несиелерін жабуға, болмаса басқа да қандай да болмасын қарыздарын өтеуге жетпей жатқан, бәрі қазір шынымызды айтсақ қаражатқа мұқтажбыз, қандай да болмасын. Өйткені жұмыста жоқ, өндірістерде бәрі де тоқтатылуда. Қандай да болмасын өндірістерге, жұмыстарға, қызметтерге орналасудың қазір мүмкіншілігі жоқ екені бәрімізге мәлім. Сол себепті бұл зейнетақы үстінде пароктан асқан ақшаны алу, ол мемлекеттің өзімен рұқсат етіліп, тіс емдеу болсын, көз емдеу болсын, несиесін жабу болсын, ипотекалық мүмкіншілік берді. Бұл жерде үкіметке мұнда бір шүкір рахмет. Ал енді менің өзімнің сұрағым, қылмыстық істе жәбірленуші зейнетақы жинақтаушы қоры деп тұр, НФФ. Ол қалай жәбірленуші болады? Бірінші сұрағым, не себептен, қандай жағдайда ол жәбірленуші? Ол қаражат әр азаматтың, Қазақстан Республикасының әр азаматының өзінің тапқан еңбек ақысы алып өзі пайдаланып отыр. Біріншіден. Екіншіден, ол зейнетақыны стоматология, енді бұл жерде түсінбеймін, бір бұқаралық ақпарат құралдарында хищение дейді, біреуінде мошенничество деп шығарып тұр, біреуінде заңсыз кәсіпкерлік дейді. Оның бәрі енді бірінші Алла тағала біледі. Одан кейін енді барып тергеу әрекеті бағалайды деп ойлаймын. Енді тергеу әрекетінің істеріне, тергеу нелеріне келсек, кешегі шығып жатқан бұқаралық ақпарат құралдарына жариялап жатқан ДР-дің ақпараттарына сүйенсек, бұларды алаяқтық жолмен
НПФ-тен ақша алып отыр дейді. 46 миллиард. Ол былай қарасаң ақылға да сыймайтын ақша. Ол қалай алады? Қандай себеппен ол зейнетақы қорынан ақшаны алды? Бірінші мәселе түсініспеушілік. Олар зейнетақы қорынан ақшаны алу мүмкін емес деп ойлаймын. Өйткені екінің бірі зейнетақы қорынан алаяқтық жолмен ақшаны ала берсе, ол зейнетақы қорына қалай сенеді? Білем, стоматология бұл жерде делдал ретінде қызмет атқарды деп ойлаймын. Өйткені біріншіден әр адам өзінің жеке зейнетақысын алу ол үлкен бір жатқан процесс. Біріншіден ол сайт арқылы өзінің электрондық ключ дейді, цифрлық. Сол ключ арқылы өзі НФФ-тің сайтына кіреді. Ол НФФ-тің сайтына кіріп, ақшаны отбасы банкіге аударады. Ол стоматологияның бұл жерде қатысы жоқ емханасының. Өйткені емханасы ол өзі НПФ-тен запрос жасай алмайды. Мен мына кісінің тісін емдейін деп жатырмын, маған ақшаны аудар деп ала алмайды. Өйткені ол НПФ-тен ақша бірінші отбасы банкіге түседі. Отбасы банкінде де процесс ол